Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен ерекше осындай әдемі сәбізден жасалған рулеттер дайындадым. Бұл өте ходовой рецепт, жеңіл және де оңай дайындалады. Егер де осы рулетті жасап қонақтарыңызға ұсынатын болсаңыздар, тек қана үстелдеріңіздің көркін ғана ашып қоймай, міндетті түрде қонақтарыңызға ұнайтыны сөзсіз. Мен үнемі осы рецептпен дайындаймын. Достар, егер де менің видеоларым сізге ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, міндетті түрде тегін лайкты аямай басып қойыңыз, және де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бұл маған шабыт береді, әлі де жақсы видеолармен бөлісетін боламын. Қараңыздаршы, рулеттер сондай нәзік және де жұмсақ, әдемі болып шыққан, иә. Бұл рулеттер кез келген холодный закускалармен керемет үйлеседі. Рулетке қажетті заттардың мөлшерін төменге описание бөліміне қалдырамын, ал біз бастаймыз. Ең алдымен сәбізді суға қайнатып пісіріп алуымыз керек. Біз жұмсарғанша, бұл жерде менде 300-350 грамм сәбіз, мен бір үлкен сәбізді қолдандым. Осы теркадан өткізілген сәбізімізге 3 жұмыртқаның сарысын саламыз, ал ағын таза бөлек құрғақ ыдысқа бөліп аламыз. 1 шай қасық тұз саламыз, және де 3 ас қасық сұйық май құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді 1 шай қасық жүгері крахмалын қосып жақсылап араластырамыз. Егер жүгері крахмалы болмаса, картоп крахмалын қосуға болады. Егер ол да болмаса, 1 шай қасық ұн қосуларыңызға болады. Таза құрғақ ыдысымызға жаңағы 3 жұмыртқаның ағын салып, 1 ас қасық қант қосып, дайын болғанша араластырамыз. Шамамен 5-6 минут біздің қоспамыз. Ыдысымызды төңкергенде ақпай, қою консистенцияға айналу керек. Осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қоя берсеңіздер болады. Дайын болған осы массамызды жаңағы сәбізіміздің үстіне салып, лопатканың немесе қасықтың көмегімен осылай астына үстіне қарай жылдам араластырып аламыз. Яғни көп араластырып қоймаңыздар. Ол кезде біздің жаңағы үлпілдегі осы массамыз басылып қалатын болады. Егер де басылып қалатын болса, біздің рулетіміз дұрыс шықпай қалатын болады. Сондықтан да осылай жылдам тезірек араластырып алыңыздар. Формамыздың үстіне пергамент қағазын салып майлап аламыз. Осы қоспамызды салып, бір келкі төртбұрышты формаға келтіріп салып аламыз да, 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минутқа салып пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар, күйіп кетпеуін қадағалаңыздар. Енді біз рулетіміздің орта созылатын начинкасын дайындап қоямыз. Ол үшін сүзбелі ірімшікке, яғни творожный сырға свежий укропымызды майдалап турап салып араластырамыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Рулетіміз пісуге жақын қалған кезде үстеліміздің үстіне пищевой пленкамызды төсеп дайындап қоямыз. Піскен соң бірден пергамент қағазымен осылай пленканың үстіне қойып аламыз да, бір шетінен бастап ақырын осылай жыртып алмай, ақырын пленкамыздан босатып аламыз. Рулетіміздің жан-жағы қисық болып жатса, пышақпен тегістеп кесіп алуға болады. Енді ортасына начинкасын бір келкі қылып барлық бетіне жеткілікті қылып жағып шығамыз да, бір шетінен бастап осылай орап шығатын боламыз. Осы рулетімізді жарты сағатқа морозильникке немесе 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Міне мен жарты сағатқа морозильникте салып алдым. Енді қазір турап ыдысымызға сала берсек болады. Міне осымен менің морковный рулетім дайын болды. Достар, видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видеоны аса лайк басып қойыңыздар. Назарларыңыз үшін көптен көп рахмет айтамын. Осы рецептпен жасап көріңіздер, таныстарыңызға, достарыңызға таратып қойыңыздар. Маған шабыт сыйлап, осы видеома лайк басып қойды ұмытпаңыздар. Достар, сіздермен болған мен Айзат. Келесі видеода аман есен жүздескенше сау болыңыздар.